Қайырлы күн құрметті оқушылар. Бүгін біз Әбілқасымова Алма Есімбекқызының комбинаторика есептерінің С деңгейін қарастыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл есептер алдыңғы жолғы Б тобының есептерінен едәуір күрделірек. Яғни бұл жерде үшінші зат, яғни Вен диаграммасындағы үшінші дөңгелек пайда болады. Егер бірінші есепті қарастыратын болсақ, топта 9 оқушы емтиханнан өте жақсы, 15-і жақсы, 7-еуі қанағаттанарлық, 6-ы өте жақсы және жақсы, 3-еуі қанағаттанарлық және жақсы, 3-еуі өте жақсы және қанағаттанарлық, 2-еуі өте жақсы, қанағаттанарлық және жақсы баға алды. Топтағы оқушылар саны қанша? Бұны есептеу үшін біз Вен диаграммасын қолдануымызға болады. Бірінші дөңгелек өте жақсы, екінші дөңгелек жақсы, үшінші дөңгелек қанағаттанарлық болса, олардың қиылыс нүктелері сәйкесінше әріптермен белгіленіп, тура ортасы осы үш шеңбердің қиылыс нүктесі, яғни 2 оқушыны береді екен. Қалған бөліктерінде осы ортасындағы санды аламыз. Өте жақсы және қанағаттанарлық 1 оқушы, қанағаттанарлық жақсы 1 оқушы, өте жақсы және жақсы 4 оқушы болады да, біз барлық берілген өте жақсы оқушылардан осы шеңбердің радиусына кіріп тұрған сандарды алып тастаймыз. Сонда барлық сандарымыз 3, 8, 2, 1, 1, 2, 4 болады екен. Бұл есепті шығару үшін барлығын бір-біріне қосамыз. Сонда 3 қосып 1, қосамыз 2, қосамыз 1, қосамыз 4, қосамыз 8, тең болады 21 екен. Сонда бұл есептің жауабы 21. Бұны басқа тәсілмен де шығаруға болады. Ол берілген формуланы қолдану арқылы. Яғни 3 саттың санның қиылысын табу үшін үшеуін бір-біріне қосамыз және қиылыс нүктелерін әрқайсысын жеке-жеке алып аламыз. Содан кейін барлығының қиылыс нүктесін бір-біріне қосамыз екен. Сонда бұл жерде А бізде 9, Б 15, С 7, қиылыс нүктелерін сәйкесінше жазып аламыз. 6, 3, 3 және үшеуінде қиылыс нүктесі 2 болып тұр. Формула қойсақ, осы 21 саны шығып тұр екен. Сонда берілген есептегі жауабы топтағы оқушылар саны барлығы 21 оқушы. Келесі есептерді біз Вен диаграммасы арқылы шығарсақ та болады, бірақ ол сәл күрделірек болғандықтан осы бағанағы көрсетілген формуланы қолданамыз. 80 ашық хаттың 40-ында қызғалдақ, 20-сында нәркес, 10-ында қызғалдақ пен серігүл, 5-еуінде нәркес пен серігүл, 5-еуінде қызғалдақ пен нәркес, 10-ында қызғалдақ, нәркес, серігүл бейнеленген. Серігүл бейнеленген ашық хаттардың саны қанша? Бұл жерде бізде 40 қызғалдақ, 20 нәркес, ал бізде серігүлдің саны белгісіз болғандықтан оны x деп аламыз. Қиылыс нүктелерінің сәйкесінше 5, 5, 10, үшеуінің қиылыс нүктесі 10, ал барлық саны бізде 80 екені белгілі. Сонда біз бұл жерде теңдеу құрып аламыз. Сол теңдеуді шешкен кезде бізде 30 саны шығып тұр екен. Сонда бізде А 40-ға, Б 20-ға тең болса, С бізде 30-ға тең. Сонда бұл ашық хаттардың саны серігүл бейнеленген 30 екен. Келесі есепті қарастырайық. 100 сыйлық жинағының 50-інде конфет, 45-інде жаңғақ, 35-інде мандарин, 20-сында конфет, жаңғақ, мандарин, 25-інде конфет және жаңғақ, 15-інде жаңғақ және мандарин болды. Конфет пен мандариннен тұратын сыйлық жинағы қанша? Сол алдыңғы формуланы қолданамыз. Бұл жерде бізге А да, Б да, С да берілген. А мен Б-ның қиылысы 25, Б мен С-ның қиылысы 15, ал үшіншісі бізге белгісіз болып тұр. Жалпы сан мен бірігу нүктелері оларда белгілі. Біз сонда 50 қосамыз 45 қосамыз 35 аламыз, 25 қосамыз 15 плюс x, оған 20-ны қосамыз, тең болады 100 болу керек. Бұл есепті шығарсақ, 130-дан 40-ты азайтамыз, аламыз x-ті плюс 20 тең болады 100-ге. Сонда бізде жауабы x тең 10 екен. Сонда 100 сыйлық жинағының барлығы конфет пен мандариннен тұратын сыйлық жинағы 10 екен. С деңгейінің соңғы есебі 50 қызметкердің 40-ы қазақ тілін, 20-сы ағылшын тілін,
оны түрік тілін, 15-і қазақ және ағылшын тілдерін, 5-еуі қазақ және түрік тілдерін, 5-еуі ағылшын және түрік тілдерін меңгерген. Қанша қызметкер қазақ, ағылшын, түрік тілдерін меңгерген? Бұл жерде бірінші есепке ұқсас А да, Б да, С да берілген, олардың бір-бірімен жеке-жеке қиылыс нүктелері және жалпы саны берілген. Енді бізге осы бірігу нүктелері қажет. А қосу Б қосу С ол бізде 40 қосамыз 20 қосамыз 10-ға. Жақшаның ішіндегі бірігу нүктелері, яғни түрік, қазақ және ағылшын тілдерін меңгерген сандарды бір-біріне қосамыз. Сонда бізде 70 жасаймыз, 20 қосамыз x тен 50-ге болса, x тен 5-ге екен. Сонда барлық 3 тілді де меңгерген қызметкерлердің саны бізде 5-ге тең. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер берілген материал пайдалы болса, каналға тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.